бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға ең көп зиян көрсеткен және талай рет сөздерімен де істерімен де қорлап кеткен Умайя және Убай ибн Халафтар. Умайя ибн Халаф, бұл кісіге тоқталайық. Умайя ибн Халаф және Убай ибн Халаф екеуі бір әкеден туған ағайынды бауырлар. Умайя ибн Халаф пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әрбір іс-әрекетін өтірікке шығаратын, жалғанға шығаратын Құрайш мүшриктерінің басында жүрген, зиянды көп берген кісілердің бірі екен. Аллах тағала Құран кәрімде ол туралы бірнеше аяттарда айтады. Бұл кісі және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның намазға қатысты болған хадисінде кімде-кім намазды тастаса, ол Фирғаунмен, Хаманмен және Умайя ибн Халафпен және Қарунмен бірге тіріледі дейді. Төртеуі де өмір бойы кәфір болып өткен адамдар. Енді қараңыздар, Умайя ибн Халафты неге айтқан деп ғалымдарымыз тәпсірін қараған кезінде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның замандағы ең көп кәсіппен айналысатын, яғни жаңа заман тілімен бизнесмен дейді ғой. Бизнеспен ең көп айналысатын бай, бақуатты кісілердің бірі осы Умайя ибн Халаф болған екен. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімде-кімді намаздан кәсібі тосатын болса, онда ол қиямет күні Умайя ибн Халафпен бірге тіріледі дейді. Қалған жаңа төрт кісіде сондай өзінің мысалы бар. Ал енді бұның бауыры Убай ибн Халаф. Бұл кісі пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келіп, Құран кәрімнің Ясин сүресінде айтқан оқиғада сүйектерді келіп үгітеді екен, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанында үгітеді екен да, бетіне деп шаш жібереді екен. Ей Мұхаммед, мына сүйектерді, жоқ болып кеткен, шаңға ұшып кететін сүйектерді қайтадан тірілтеді деп жүрсің ба сен, Құдай? Деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды келемеждейді екен. Сонда Аллах тағала Құран кәрімде оның оқиғасын былай деді. Қала мәй юхил изама ва хия рамим. Ол айтты дейді, мына парша-парша болып кеткен сүйектерді кім тірілтеді деп айтты дейді. Құл юхиха аллази аншаха аувала мар. Ей Мұхаммед, айт оған, ең әуелгісінде қалай жаратқан болса, солай оны келтіре алатын Раббың бар деп. Оны баста жоқ едің ғой сен. Соны жасап шыққан кім еді? Аллах еді. Міне сол Аллах оны қайтадан жасап шығуға өте күш құдіреті толық жетуші дейді. Ол сондай Алла, аяттың жалғасында айтады. Ол сондай Алла өте көркем түрде жарататын. Және сендерге ағаштарды берген, отын қылып жағу үшін. Ол әр нәрсенің өзіне сай қылып, көркем бейнеде жарататын, және барлық нәрсені білетін Аллах Тағала деп Құран кәрімнің Ясин сүресінің соңғы аяттарында келген. Бұл мінекей Убай ибн Халаф екен. Убай ибн Халаф өте сорлы, қиямет күні сорақы күй кешетін адамдардың бірі. Неге? Өйткені сол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды күндердің бір күнде, сол Меккедегі болып жатқан өмірдің ішінде Убай ибн Халаф үйіне қонаққа шақырады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам егер де ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мұхаммадар Расулаллах деп айтпасаң, мен онда сенің үйіңнен дәм татпаймын дейді. Арабтарда шақырылған қонақ кісінің үйіне келмеуі үлкен қасірет болған. Арабтардың сол кездегі салт санасы бойынша, әдет ғұрпы бойынша, үйіне шақырылған қонақ үйіңнен дәм тұзын татпастан кететін болса, демек ол үйде үлкен бірнеңе бар деген сөз. Яғни ол үлкен қасірет болып есептеледі. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Шақыру кетіп қалды ғой. Содан кейін Убай ибн Халаф айтты, ей Мұхаммед, кел деді, мен айтам деді. Кел деді, мен айтам деді. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіне кіріп еді, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Расулаллах деді ғой. Мен Алладан өзге Құдайдың жоқтығына куәлік беремін, және сенің Алланың елшісіне куә. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оның үйінен тамақ жеді. Енді бұл әңгіме тарайды ғой сыртқа. Тараған кезде кім бірінші келіп айтады?
Умайя келіп айтады, өзінің бауыры Умайя келіп айтады: ей Убай, адамдардың айтып жүрген нәрсесі рас па дейді. Сен жаңа Мұхаммед айтып жүрген нәрсені айтқаның рас па, соның дініне кіргенің рас па дейді. Сонда бақытсыз Убай ибн Халаф я дейді, бірақ ол мен үйімнен дәм тату үшін ғана айтқанмын ол сөздерді дейді. Өзі айтып тұрған сөзді, кіріп тұрған діннен сол сәтте қайтадан шығып кетеді екен. Яғни кәпірлігіне қайтадан қайтады екен. Аллах тағала Құран кәрімде Фурқан сүресінің 27, 28, 29 аяттарында бұл кісінің қиямет күні оқиғасы жайында айтып береді бізге. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва яума я'адду az-залиму аля ядайхи яқулу я лайтани иттахазту ма'ар-расули сабила. Сол күні залым дейді, яғни өз-өзіне зұлымдық істеген сорлы, шіркін-ай, дүниеде сол Мұхаммедпен, яғни пайғамбармен бірге болғанымда ғой деп айтады дейді. Ана Алланың азабын көрген кезде, шіркін-ай, әттеген-ай, пайғамбармен бірге болғанымда ғой деп айтады дейді. Я уайлата лайтани лам аттахид фуланан халила. Ай, өзіме де обал жоқ дейді. Сорлы басым-ай, пәленшені дос тұтпағанда едім ғой деп айтады дейді. Өкініш, өзегін өртейді сол күні. Қиямет күні өзегін өртейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қасында тірі жүріп, соған дұшпандық танытқандығы үшін. Лақада адаллани ани зикри бa'да из жаани дейді. Маған ақиқатқа толы насихат келгеннен кейін олар мені адастырған екен дейді. Ва кана шайтану лил инсани хазула. Ақиқатында шайтан адам баласына қызыл таяң, яғни қысыл таяң күн туған кездерде адам баласын тастап кете береді екен деп айтады дейді. Қандай өкінішті сөздерді қиямет күні айтатын адам кім екен? Убай ибн Халаф екен. Кіріп тұрған діннен адамдардың сөзі үшін қайтадан шығып кеткен екен. Яғни қайтадан баяғы кәпірлігіне оралған екен. Сондықтан адам дүниеде, егер де досың сені Алланы танытатын болса, онда сен бақыттысың. Егер де сенің ортаң мен досың Алланы тосуда, зікір етуде, Алланы еске алудан, Аллаға деген махаббат, құлшылыққа деген махаббатты қоюдан тосатын орта мен тосатын дос болатын болса, ертең қиямет күні әрбір дос осы Убай ибн Халафтың киімін киеді. Неге? Аллах тағаланың жолынан тосқандық үшін және ақиқат пен насихатқа толы Құран кәрімді қайтарғандық үшін. Соған сен сенесің ба деп айтатындар бар әлгіге. Сен кәдімгідей сенесің ба не сол нәрсеге, не Құран не дегенге деп, анау мешітке келіп жүрген өзің жолдас балдарын келтірмей қоятын небір адамдар бар. Кәдімгідей сенесің, мен құлағыммен естігем, сен кәдімгідей сенесің ба сондай нәрселерге деп айтады дейді. Аллах тағала жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқандай, адам досының дінінде дейді. Жақсы достың мысалы дейді. Жақсы достың мысалы әтір сатушы сияқты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қалай ол әтір сатушы? Ол саған әтірін ұсынады дейді. Яғни өзі сыйлайды дейді. Немесе сен одан өзің сатып аласың әтірді. Немесе ол әтір сататындықтан оның иісі саған қасында көп жүргендіктен жұғады дейді. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз, сенің жақсы досың болатын болса дейді, ол саған бір нәрселерді үйретеді дейді, яғни сыйлайды дейді. Бір нәрселерді, жақсы қасиеттерді үйретеді. Немесе сен өзің сатып аласың. Ол не деген сөз? Өзің сол досыңның бойындағы кейбір нәрселерді не істейсің? Бойыңа сіңіре бастайсың, жайлап жақсы қасиеттерін. Немесе оның әтірінің иісі саған жұғады дейді. Ол не деген сөз? Жайлап оның қасында көп жүргендіктен амалдарың соның амалдарына ұқсап кете береді дейді. Жаман достың мысалы дейді, кәнафихил кири дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ана от үрлеп тұратын бар ғой. Шеберханаларда темір ұсталардың ішінде от үрлеп тұратын бар, ана отты қуаттау үшін. Жаман достың мысалы отты үрлейтін жаңағы кер үрлеуші деп айта берейік та. Ол сенің үстіңе шоқты түсіреді дейді. Ана бит басқан кезде бар ғой, оттың ішіндегі шоқтар шығады да үстіңе түседі дейді, үстің күйеді дейді содан. Немесе сен соның қасында тұрып үстің сасиды дейді, оттың үстінен, ыстың есінен сасиды дейді.
Ол не деген сөз дейді? Ол дегенің дейді. Ол бір күні сені бір жаман әдеттермен бір әдеттерді үйретіп, кейін сол әдетті сен бойыңа сіңірген кезде не істейсің дейді? Күйесің, яғни өкінесің дейді, сол достың қасында жүргеніңе дейді. Немесе сол достың қасындағы, жаман достың қасында кейбір нәрселерді, одан жағымсыз нәрселерді үйреніп дейді, үстің сасиды дейді. Өзің үйренесің дейді. Қандай әдемі мысал беріп кеткен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Мінекей сол Убай ибн Халафтың қасындағы адамдардың, достардың дос болмауынан ертең қиямет күні бармағын тістеп тұрып өкінетін. Бұлар солай. Бұлар күпірлігімен, осылай тозақпен сүйіншіленіп қойған адамдар Құран кәрімде. Аллах тағала жақсы достармен дос болуды баршамызға нәсіп етсін. Және бұл онысымен қоймай, Убай ибн Халаф пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір күні келіп тұр дейді. Анау Араб жазирасындағы бір ең асыл тұқымды атта келіп тұр дейді. Ей Мұхаммед деп айтады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ей Мұхаммед, мына атты дейді, ең қымбат жемдермен жаңағы азықтандырып жатырмын дейді. Білесің бе не үшін? Жоқ, білмеймін. Ертең осы аттың үстіне мініп сені өлтірем деп айтады дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Бәл ана саақтулука иншалла. Қайдан білесің? Бәлкім мен сені өлтіретін шығармын, Алла қаласа деп айтты дейді. Сондай ашуын тигізген, жаңағы ашуына пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қатты екендіктен. Аллах тағаланың қалауымен кәпір қауым қашанда жәрдемсіз, жеңіліспен оралады. Өйткені Аллахқа қарсы, оның елшісіне қарсы соғыста ешбір адам, ешбір жан баласы жеңіске жетпейді. Бәдір шайқасы күні, жоқ, Ухуд шайқасы күні. Ухуд шайқасы күні пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Убай ибн Халаф кездесіп қалады. Әлгі жаңағы атының үстінде Убай ибн Халаф. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам одан былай қашады, тартқан шақта бұл ізінен қуады пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ең ақырында тіреледі пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір бұрышқа. Не істейді енді? Убай ибн Халафтың қылышына қош келдің деп тұра ма? Жоқ, жердегі жатқан найзаны алды да өзін қорғанып жатқан кезінде жаңағы найзасы мойнына кішкентай тиіп кетті дейді. Мына жеріне кішкентай тиіп кетті дейді. Тырнақтың көлеміндей дейді. Жаңағы найзаның ұшы тиіп кеткен ғой. Сонымен ойбайлап, боздап, атынан құлап, Убай ибн Халаф жаңа өздерінің қосындарына қарай қашты дейді. Ухуд күнгі. Сонымен қосынына барып, жаңа кішкентай тырнақты жер ғой, ойбайлап, боздап жылайды дейді анау Убай ибн Халаф. Мұхаммед мені өлтірді, Мұхаммед мені өлтірді деп. Сонда адамдар мына жерін ашып қарайды екен. Мынаған да ойбайлап атсың ба деп айтады дейді, кішкентай тыртыққа. Кішкентай жер ғой, найзаның ұшы тиіп кетті. Соған да ойбайлап атсың ба дейді. Ей айналайындар, мына менің кішкентай ауруымды дейді, түгел бір қаланың халқына тастап жіберетін болса, мына қаланың халқы көтере алмайды ол ауруды дейді. Ана ауруының қаттылығы сондай. Сөйтті де Мәдинадан, Ухудтан шығып Меккеге қарай келе жатқан жолда Меккеге жете алмастан боздап жаңағы өлімнің азабын татып дүниедегі Убай ибн Халаф өтті дейді. Кім жеңіске жетті? Ақиқат па, жалған ба? Ақиқат жеңіске жетеді, кеш болса да. Өйткені не дейді? Имам Шағрауи айтады, ақиқат пен жалғанның арасындағы соғыс ұзаққа созылмайды дейді. Жалған менен жалғанның арасындағы соғыс ешқашан бітпейді дейді. Жалған менен жалғанның арасындағы соғыс ешқашан бітпейді дейді. Ал ақиқат пен жалғанның арасындағы соғыс бітеді дейді. Немен бітеді? Ақиқаттың жаңағы жеңіске жетуімен бітеді екен. Ал енді бауыры Умайяға келетін болсақ, жаңа алғашқы айтқан Умайя ибн Халаф Бәдір шайқасы күні Біләл ибн Аби Рабахтың қолынан дүниеден өткен екен. Умайя деген кісі өткен сабақтарда айтқанымыздай, бұл Біләл ибн Рабахтың қожайыны болған. Меккеде Біләлдің қожайыны болған. Өзінің қожайынын кім өлтірді? Біләл өзі өлтірген екен. Бәдір шайқасы күні. Сонда қор болып жүріп айтқан екен, дұрыстау адамның қолынан өлмедік па деп ше. Сенің қолыңнан өлдік қой мынау деп, ұят болды ғой мынау. Біләл өлтіріп тастады деген. Деп өкінішпен өлген екен. Одан кейінгі
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға зиян келтірген адамдардың басында бұл Надр ибн Харис деген кісі. Надр ибн Харис бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келместен бұрын сол араб жазирасынан бір пайғамбардың шығатындығын білетін еді. Қаяқтан білетін еді? Өйткені бұл жер жүзін көп аралайтын кісі екен. Парсыларға барады екен, римдіктерге барады екен, парсыларға барып Рүстем, Асфендияр деген сияқты кісілердің, бұрынғы парсылардың патшаларының дастандарын жаттайды екен. Мәдинаға келіп яһудилердің жаңа Таурат оқып жатқан кезінде солардың ілімдерінен алады екен, сосындай деген. Сол Надр ибн Харис пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарлық келген кезде Аллах тағала Құран кәрімде айтқандай, олар дейді, бізден бір пайғамбар шығатын болса, біз соған міндетті түрде ілесетін едік деп айтады дейді. Қашан пайғамбар келген болса, ең алғашқы дұшпан болатын кісілер солар дейді аяттың мағынасында. Міне алғашқы дұшпан болған кісілердің бірі осы Надр ибн Харис. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір жерде отырып адамдарға Құранның аяттарын уағыздап, насихаттап оқып жатқан кезінде, Мұхаммед тоқтай тұр деп айтады дейді. Мұхаммед тоқтай тұр, адамдар мен тыңдаңдар енді дейді. Жаңағы өзі жаттап келген, ерінбей барып мына Парсы империясына барып жаттап келген Рүстем мен Асфендиярдың дастандарын жібереді екен маржандай тізіп. Сонда адамдар тыңдап болғаннан кейін айтады дейді. Адамдар менікі әдемі ме, әлде Мұхаммедтің айтып жүрген әдемі ме деп айтады дейді. Мінекей сондай пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдынан көлденең шығатын әрдайым әрбір уағызын бұзатын Абу Лахаб сияқты Надр ибн Хариста сондай кісі болған екен. Аллах тағаланың қалауымен Миқдад деген сахаба Бәдір шайқасы күні бұл кісіні тұтқынға алады. Тұтқынға алғаннан кейін Али ибн Абу Талибке пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бұйрық беріп, бұл кісінің басын шаптырған екен. Бұлардың күфірлігі анық.